31 жыл толып, 32 жылға кетті деп жатқанымызға. Жұмысыз ауыр болса да, үйреніп қалдық. Кранмен жұмыс істейміз, сол темір жолды бұзып, соны қайтадан орнына саламыз. Сол бір күндік неміз жұмысымыз 250 саламыз, 350 бұзамыз. Ал бір айдың ішінде 12 шақырымға шейін путті бұзып саламыз. Арман Болатұлы бұл салада 31 жыл еңбек етіп келеді. Оның 28 жылы бригадирлік қызметпен байланысты. Осы жылдар ішінде ол көптеген жас маманға тәлімгерлік етіп, оларға үлкен өмірге жолдама берді. Бүгінде сол шәкірттері түрлі лауазымдарда табысты еңбек етуде. Мықтылардың мықтысы істейді ғой темір жолда. Өйткені ауыр, конечно, қазір жастар келіп жатыр енді. Ішінде енді мақтанып айтатындар, үміттенетін балалар көп. Менің тәрбиемде өскен қазір бәрі мастер болды. Дүйсенбаев Нұрлан деген бар, Таганбаев Аян деген, сосын Алтаев Қанат деген өздері путтан шығып, қазір міне мастер болды. Сол біздің оларды мен мақтанып айта аламын, менің тәжірибемді алды деп. Еңбек түбі береке дегенде адал еңбегінің жемісін көріп отыр. Bir кездері басқа мамандыққа ауысқысы келгенімен, басшылық оның тәжірибесінің шеберлігін бағалап, өз орнында қалдыруды жөн көрген. Директор разряды, например, Саттар Серік Жүкенов, жылы цехтың бастығы Елдар Айдосович, өзім тікелей бастығым Естаев Ақа Мақсудович дегендердің қолдауымен, солардың құрметте көрсеткен арқасынан Тоқаев президентіміздің ауызашарында болды 23 жылы. Сол енді бастықтардың құрметтеп бағалап жатқандарына 2006-та 3-ші дәрежелі шахтерский даңқын алғам, 2018 2-ші даңқын алдым, 23 жылы 1-ші даңқын алып, қазір кавалер шахтерский слава деген мен бар.